бала бойжеткен кезіммен, сонымен қатар жастық шағым және ана бейнесіндегі әдемі бейне толқып өтті. Кеш жарық, қымбатты кешке жиналған қауым. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Асан Қайырбеков атындағы нөмір 34-ші мектеп гимназиясының Шұғылаби ансамблі жетекшісі Осмай Сүмбетова. Жиналған қауым, баршаңызды бүгін бәрі өзіңнен басталады тақырыбындағы облыстық ашық диалог алаңына қош келдіңіздер. Ұлы ұлттың парасатты жүрегі ана болу үлкен өнер, үлкен тәрбие, тіршіліктің қайнар өзі, махаббаттың шуақ күні, мейірімнің кәусар бұлағы, ананы ардақтамайтын халық жоқ. Жанұяның жылуын суытпай, тал бесікті тербетпей отырып, тебірене толғыр бесік жылы, аңыз ертегілері мен жақыт жырлары, аналар ұрпағының бойына адамдық қасиеттерді дарытып отырған біздің аналарымыз. Бүгінгі диалог алаңына Ақжайықтың ақ шағаласы атанған ақын апамыз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Алаш халықаралық әдеби сыйлығы құрмет орденінің иегері, ақын Ақштап Бақтыгереев апамыз қатысып отыр. Құрметтеп сізді ортаға шақырамыз. Сонымен қатар облыстық білім беру басқармасының басшысы Айгүл Әділгерейқызы да бүгінгі шараның құрметті қонағы, құрметтеп қойыңыздар. Екінші, бүгінгі осындай салтанатты әдемі кешіміздің шымылдығын түріп беретін облыстық білім беру басқармасының басшысы Айгүл Әділгерейқызы, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті көктем айының алғашқы күндерінде өткізіліп шараға келген ата-аналар, әріптестер, Ақшау апам, қош келдіңіз. Жаңа енді Ақшау апаның жеткілікті танымал халықаралық деңгейдегі әдеби сыйлық иесі екенін, қана біздің Қазақстанда емес халықаралық деңгейдегі әдеби сыйлықтың иегері екенін айтып кетті. Апамыз деген біздің осы қыздарға, аналарға, ұлт тәрбиесіне, мемлекеттік тәрбиесіне өзінің сіңіріп жүрген еңбегі өте зор. Өте осы тақырыптарды жиі қозғалып, бізде қазақта сөз бар ғой, ата кәсіп, ата қоныс, ата жыл деп айтылады. Бірақ та ата тілі деп айтылмайды, ана тілі деп айтылады. Осы ана тіліне өзінің үлесін қосып, біздің өмірде көрген, түйген, көптеген тәрбиесін сіздерге сіңіріп жүрген апамыз ортамызда. Тамған тамшыдай көрінер деген тәрізі бар.
ана туралы бұдан асырып бір нәрсе айту қиын. Десе де осы сөздің партына жете алып жүрміз бе? Ақштау апамыздың шынайы ана болу ең күрделі мамандық. Себебі ана болу деген сөз өзіңді құрбандыққа шалу, алу үлкен төзімдікті, кең жүректі қажет ететін дүние деген сөзінде көп мағына жатыр. Олай болса, қоғам қайраткері Ақштау апамыздың өнегелі әңгімесін тыңдап, сәтте келіп жетті. Апа, сөз кезегі өзіңізде. Бүгін мен ата-ана деп, аналар деп аталатын қазақтың қыздарының жиынына қуана келдім. Өйткені мен бүгінгі жаңағы қазақ нақышында билеп жүрген кішкентай немерелерімнің қалай тәрбиеленіп жатқанын көруге қуана келдім. Сендердің жасыңызда ойлап жүр, мына үлкен кісі көп сөйлеп кетеді, біз өзіміз бәрін білеміз ғой деп ойлап жүр. Мен де сөйтіп ойлап жүрмін сендердің жасыңда. Қазір сендерде ойлаулары мүмкін, бұл 80-лерге бұл кісі бізден біледі, біз бәрін білеміз мына заман. Өтіп кеткен ғасыр ғой, өзіміз де білеміз де ойлаулары мүмкін. Мен оған қарсылық көрсетпейін, себебі басқа заманның, басқа ғасырдың адамсыңдар сендер. Айналайын қыздарым, бүгінгі ата-ана менің қыздарым екен, жаңағы билеген менің немерелерім екен. Сондықтан мен сендерден 2-3 саты биік басқа ғасырда тұр екенмін. Арамыз алшақ болғанмен көріп жатқан тағдырымыз бір. Сондықтан мен бүгін кішкене болса да сендерге апалық, аналық, әжелік, аздаған әңгімемді айтайын деп келдім. Керегін аларсыңдар, керегесін жөндерсіңдер, менен қарсылық жоқ. Міне бүгін сондай кезде біз 3 буын кездесіп отырмыз. Жаңағы билеген қыздар ертең сендерді түсінбеуі мүмкін, себебі олар басқа тілде сөйлейді, басқа ғасырда өмір сүреді. Сендер менің айтқанымды кейде ұқпаулары мүмкін, мен өткен ғасырды көргем, бірақ мен соғыс деген бәлені көргем, мен аштықты көргендерді көргем, мен отан соғысының атасыз, анасыз қалған жетімдерімен оқыған Оралдың атақты 11-ші жалғыз қазақ мектебінің түлегі едім бір кезде. Бүгін де Аллаға шүкір сол мектеп жақсы атақта алдыңғы күні қоғамда бардым. Сөйтіп апаларым қыз бала болсам да ата-анамның кіндік қарнының төккен топырағына қызмет етем деген мақсаттарға қойдым. Алматыдан Ақжайық оралғаныма 21 жыл бүгін. Міне, мен солай өзімнің борышымды атқарғым келді. Туған жер деген қасиетті нәрсе бар, қыз болдым болсаң да. Алдымен соны сатпау керек, алдымен соны қадірлеу керек. Ол әрине Ақжайық емес, ол Қазақстан, осы қазақтың ұлы даласы. Мен Алматыда тұрып та қазақтың қызына өлең жаздым. Айналайындар, осалда болма, ойыңнан болмай адасқан, өжетте болма, орынсыз сөзге таласқан, алдымен қызға керегі пәктік, адалдық, одан соң жаным жаз мінез керек жарасқан. Десек те біздер өмірдің сырын азықты, тірліктің жолы болмайды тегіс жазықты. Ісіңе сақта, ісіңнен кейін есіңе сақта, қарағым, жеңілмес мықты, қаруың сенің нәзіктік. Мен қазақ қыздарынан осылай деп жаздым. Нәзіктік дегенім орынсыз майысып таяқ жеп отыру емес. Нәзіктік дегенім қазақ қызының бойындағы паңдық пен әдемілік, әсемдік пен тәкаппарлық, тазалық. Міне осыны ұрандап мен қолыма
Алла тағала қалам бергесін, өлең жаз деп таңдайыма жыр бергесін. Мен соны өзімнің жеке басымды байытуға, айтысқа барып машина мінуге арнаған жоқпын. Мен әлі күнге қазақ деген ұлттың бір уыс топырағын қастерлеуге үйретсем екен, қазақ қызын деп жүр. Қазақтың қызы мықты болса ғана ұлты мықты болады. Менің ұраным осы. Өсірген елді сүйдеп, арды ойлатып, қондырып таңдай өлең маңдайға қып, баласын, даласын да жырмен тербеп, қазақтың қызы болды. Қандай бақыт. Я даланы сүйіп жырладым. Сол 11-ші мектепте оқып жүргенде сен жайлы ақ бесікте күй тыңдадым, тыңдадым сандуғаштың сүйкімді әнін. Мен сенің қырымды өскен қызғалдаққа тәй басып, саусақ жайып ұмтылғанмын туған жер деп жазыппын, туған жер. Міне соны сүюді әлі күнгі насихаттап келем. Соның дұрыс-ау деп ойлаймын. Қазір әрине біздің қыздар, ұлдар оқып кетіп жатыр шетелге. Барсын, өнерін жүрсін, бірақ бәріміздің түптігінде туған жердің бір жұтым ауасы, туған жердің бір тамшы суы, туған жердің бір уыс топырағы кім-кімге де қадірлі болады. Мен сол сенімімнен ешқашан айнымаймын. Ал оны сатқандар бақыт таба алмайды, оны сатқандар жоғалады. Мен өзімнің алдарына айтамын, неше жерде білімді бара ғой, жасай ғой жұмыс, қай елге барып, мейлі, бірақ туған жер, оны сатуға болмайды деп айтамын. Дұрыс шығар осы пікірім. Дәл сіздерге арнап бір кезде өлеңімді. Іштеріңнен шығады жаңа дарын. Бізден биік болады саналарың, бізден бөлек болады ғасырларың, бізден басқа болады модаларың. Соғыс салған жараны көрмейсіңдер, жоқтық аштық дегенде көнбейсіңдер. Біздің ұрпақ әкесін жау өлтірді деген сендер, ертекке сенбейсіңдер. Бізден басқа ырғақтан айтасыңдар, бізге басқаша өн аспабын тартасыңдар. Біздер тамақ пісірген қазандарды тамашалап, музейден қайтасыңдар. Өзгертпейді бірақ та гүл өскенін, тоқтатпайды тіршілік күрескенін. Адамзаттың ұрпағын тәрбиелеу бар ғасырдан алатын үлестерін. Бізден сәл-сәл еркіндеу өсесіңдер, бізге жұмбақ не билеп не жесіңдер. Біздер кешкен азабын махаббаттың дәл біздерше сендер де кешесіңдер. Алуан түскен өзің біл шашты боя, алуан тілде айтылар жастық ода. Білетінім өзі ұлтын сүю болу керек, қашанда басты мода. Осындай деп жазыппын сендерге өсиет. Біз тамақ пісірген қазандар өзгеге кетті, шүкірсіңдер. Шүкір екенбіз жаңағы бір ғана биден мен шүкірлік көремін өйткені күні кеше менің балалық шағымда, осы орында біздің ұлттың қыздары сахнаға шығып билей алған жоқ. Айналайындар, мына егемендікті көрдіңдер, қиындығымен кел, өтірігімен кел, сұмдарымен кел, сатқындарымен кел, неше түрлімен келді ғой егеменді, бірақ Аллаға тәуба деуіміз. Осы ғасыр бізге бұрынды, осы ғасыр бізге бұйырды, осы кезең бұйырды. Аспан ұшпайсың. Шыдау керек, төзу керек, күну керек, соның деп қайырын сұрау керек. Тек соғыс болмасын, тыныштығы болсыншы осы. Тыныштығы болсыншы, кәпір тыныш болса мұсылман жоқ деген бабаларымыз. Тыныштығы болсын, мына жаңағыдай билеп жүрген мүлде қыздарымыз өссін. Енді бүгінгі тақырыптарымыз маған айтқаны бойынша қыз тәрбиесі. Мен мына шабдықтарында сұрап біліп алдым, білем сыртынан өтіп жүрім. Мен қуаныштымын осындай шаралар өтіп жатқанына. Кішкене болса да үлесін қосып жатыр ұлттық біздің дамуымызға. Кішкене болса да мынадай қыздарымыз бұрымын өріп биін билеп жатыр. Ол да керек, ол да керек. Олар білім алады, оған қосып мына өнерді үйренеді. Бұл орталық соған қызмет етеді. Мен тілектеспін. Мен әрқашан қуанам осындайды көрсем. Ауылда да солай боларға керек. Әрбір ауылда ғана мәдениет үйлері таңертеңнен кешке дейін жас балаларға қолын босатпай өнер үйрету керек. Бір жаққа жұмыс істеу керек. Оған үкіметтің ақшасы жетіп жатыр, бөліп жатыр.
осы мына әлгі арт спорт, арт өнер бірдеңе дегендердің бәрін оқып жатсыңдар ғой, ақшасының бәрін жеп қойған деген өтіріктен клубқа барып жүр, клубқа үйреніп жүр деп есептер. Олай болмас керек. Мен Оралды, Жаңашайықты жақсы көремін. Тіпті осы жерде бір кемшілік бар деп те айтқым келмейді, себебі жақсы көремін ғой, сүйемін. Осы арқылы мен қазақ даласын сүйемін. Сонда ойлаймын, осы жердің қыздары меніңше ғажап деп ойлаймын. Әрине, бар ғой жаманымыз да бар. Енді болады ғой, көп болғасын ішінде. Бәрі ғажап болмайды ғой. Мына сонда ойлаймын, осы қыздар шіркін әлі мектепте де қайтадан үйде де айтса, ау, сен мына бір жайықтағы болған баяғы 5 ғасыр бұрынғы жібек деген қыздың тұқымысың. Қыз жібек кетіп бара жатады ғой көште. Шаң тиіп ретімі деп алдында кетіп бара жатады ғой көштің. Содан іздеген төлеген ана сұлуды қарайды, мына сұлуды қарайды, ол емес, жібек, ол емес, ең сұлуы жібек. Сол жібек туған елдің қызысың ғой, яғни қазақ деген ұлттың қызысың ғой, қарағым, сен сұлусың. Шынында қазір бар ғой, салыстырсаңдар, қазақ қызынан сұлу қыз жоқ, әлемде білесіздер ме? Қазақ қызы бәрінің есін батырып жүрген қазақ қызы бар ғой, жақсыша. Білім десең де, көріп десең де, көз қандай мөлдіреген, өзі қандай қазақ қызы ең сұлу қыз шығардай. Француз бірдеңе сұлу дейді ғой. Жоқ, мен айтамын, қазақ қызы сұлу. Сондықтан қазақ қызын сен сұлусың деп өсіру керек. Сен қызым, сен қолыңнан бәрін деп өсіру керек қыз баланы. Қыз баланы қақпау керек, бетінен қақпау керек. Сен қызсың, қой тыныш отыр. Оның орны бар айтам. Тек қана айту керек. Сен ертең ана боласың, естірмейсің. Кім болсаң? Сондықтан соған алдымен дайын бол. Сен ол Құдайдан жазған маңдайыңа борышың ғой. Сондықтан соған дайын бол, қарағым. Ұяңды бұзба деп үйрету керек қыз балаға кішкентайда. Мына бізде қазір қасірет көп болықта, білесіздер. Оның үстіне мына бір ваххабизм кірді. Құдай сақтасын, мына ваххабизм бізде жоқ қой. Бұны кіргізген ақша. Қазір не бұл? Не сөйлеп тұр ақша? Ақша жүрген жерде ар жүрмейді. Ақша керек өмір сүруге, бірақ арсыз ақшаның не керегі бар? Артық ақшаның не керегі бар? Тастаған төгіліп жатыр, құтырған құлап жатыр. Ертектерде оқытамыз, ертектерді жалпы 10 жасқа, 8-10 жасқа дейін балаға ертек тыңдату керек, ол болсын, қыз болсын. Сонда олар қатыгез болмайды екен. Мына біздің ұлттың ең дұрыс тәрбиесі сол. Бауыржан Момышұлы айтты ғой, немересіне ертек айта алмайтын әжеден қорқамын дейді. Бауыржан Момышұлы батыр ғой, сол айтты. Яғни әже болған екен, бір-екі ертек болса да айтып беру керек. Міне осы да біздің тәрбиелегі ұлы екен. Мен өзімді қатты еріп өсірдім әкем. 41-де соғысқа кетіп, 28 жасар жігіт жараланып, бір қол мылтық ұстауға жарамайды, Сталинградтан қайтып келді. 28 жасында. Мына иықтан тиген оқтан, мына бір қол тек әшейін, осылай тек салбырап жүреді, қыста үсті де, сол жаны жоқ, ол кезден оны алып ұстауды да білмейді, ертеректе, 40 жылдар содан сол бір қолмен қалған 28 жасар жігіт мені неге ұл болмады екенге армандатты. Яғни маған белгі ұстатты, атшелеміз ол кезде басқа жоқ, атшаныға аударған, белгі ұстатты кішкентайымнан, алдына ат отырғызып, оның тізгінін ұстатты. Содан мені жаңағы қыз бала деп айтқызбай солай еркеледі. Болса да нәзік гүлі бол. Өсірген еркек баладай қыз деуді әке білемін, көңілім жырды қаламай, қалмады мені қасымнан, мен болдым қызым ұлымда, үйрігіп қойдым жасымнан, қамшыға, тайға, құлымға, жатпадым анам бойынына, сенелмей тамақ ішпедім, оралып тыстан ойынға тіземнен үйде түспедім, жарқырап бір от көзімде, ұсындым, сусын балқатып, жол жүріп қайтқан кезінде алдымнан шықтым шаңдатып, асаулы жексен шанаға келдің бір қытың келеңдеп, сен жүрдің ертең балама келіншек алып берем деп,
мылтығып тұрды қос ауыз, оны да қолға алмадым. Ақ қарда жатты жосамыз, сенімен аңға бармадым. Жинамай асы қалтаға ерекше сол бір өз құлым. Бір күні менің арқама төгіліп жетті. Қос бұрым, тағдыр қызды. Мүлде өзгең жанамда жатқан емесен, аңсап күткен бір кезде армандай қалған емес пе деп өлең жаздым. Осы өлең менің ақылым танытты. Бұл өсіру ерекше ғой. Ұлым сен мықты бол деп өсіру керек. Қызға көп көңіл бөлу керек. Қыз баланы өсіру жауапты нәрсе. Қыз өзіңнің көрсің, басты үйдің жемісі. Ол екі шаңырақтың тұғыры қыз деген. Кішкентайында еркелете отырып, есейгенде мына өздеріңіз сияқты азамат орнына қайда сонда біздің ұлтымыз іргелі болады. Мен өзімнің айтам өмірімде бір жылдан кейін 80-ге келем, сол айтам. Менің көрген өмірімде әйелі жақсы еркектің есікте қалғанын көргенім жоқ, әйелі жаман еркектің төр бұзғанын көргенім жоқ. Бәрі сендердің қолыңда, қыздар. Бәрі сендердің қолдарыңда. Ойланыңдар. Бәрін жассын, ойланыңдар. Содан кейін өсіретін қыздарының қолында сендердің бақыттарың бар. Ұрпақтың бақыты, қазақтың, ұлттың бақыты бар. Сондықтан қыз өсіруде өте орысша айтқанда бережно, осторожно, с любовью, с надеждой, в общем, солай относиться. Оралға келген қыздар орысша сөйлейтін болды, кейбір жерде қыздар қазақша бәрін түсіне бермейді, сондай болсын қыз баланың тәрбиесі мен көргенмін. 3 қыз өсірдім. Оның бесігін тербедім, шүкір. Алматыда қыз өсіру деген қиын. Себебі көрші қызым бірден алып келеді, шегейік деп, одан келесі подъездегі қыз бірдеңеге шақырып барып келейік деп. Міне осының бәрінен сақтап қыз өсіру қалада қиямет. Бір минут қой еріп кету. Қыртақатай қызды ертіп кетейін десе ертіп кетеді. Халық қой қыз баланың жүрген жері. Бір сантиметр қой, бір сантиметр былай басына аяғын тайып кетесің ғой. Мен неге келдім? Осы туған жерімнің қыздары маған намысы бар дейді, Өшербай. Апа, сіз бұл жақта жүрсіз, керемет. Оралдың қыздары нағып жатыр, келіп қарамайсыз ба? Еліңіздің қыздары деді, орысқа дейіп жатыр. Ашық-шашық жүр, мен келіп едім, еліңізді басқару. Апа, сіз нағып жүрсіз дегенде мен көшіп келдім ғой. Көшіп келдім. Тым болмаса, колледждегі қыздарға айтайын осылай. Осылай 2 сағат түрігіп тұрып мәне. Есім танып осылай айтам ғой, мама сағындым ба деп жыларып шығарам ғой сабақта. 9-шы кластың қыздары. Осында болар, менен сабағанға бір өмір. Соны ойлай, мамаға, анаға деген сағынышты айтып жылатам. Сосын ойлай, жүрегі бары жылай, анасын сағынды. Міне, соны әдейі мен көзіме мақсат қыламын дейді. Міне осындай енді әлі күнгі университетке барамын. Жаңа оқуға түскен қыздар. Қыздарым, абай болыңдар. Үйден шығып, ана подружкамыз ондай түнгі клубқа барайық, ондай қызық бар дейді. Сосын түнгі клубта бір басқа ұлттың әйелдер жүр, менде телефон дәмелие бар. Сен қателессең, ешкімге айтпа, маған айт дейді. Екіқабат болсаң, маған да барып жоқ қыламыз дейді. Міне, біздің ұлтты бұзуға кез келген жұмыс істеп жатыр. Ваххабизм жұмыс істеп жатыр, үлкен ақшамен. Қай кезде қазақтың қызы, бет ашылмаған қазақтың еркек қызы, қай кезде қара орамал оранып, қара көйлекке оранып, тадақ болып, 6 рет байға тиді. Қай кезде? Неғып жүр? Заң қайда? Неғып жүр бұл қыздар? Мынадай, осынша күрестік қойымыз еркіндікке, осынша күрестік қойымыз бақытты болуға, білімді болу. Сонда ол қыздар енді келіп не табайын деп жүр қарақтар жоқ беті. Бәле болғанда 18-17 жас бір жігітпен таныстырады. Ол жігітке ақша мен телефон береді, ваххабистер ана. Телефон жасайтын жерде отырған. Сол телефонды тегін береді де, оның ішіне
жаңағы не оқытып салып жіберген программа. Соны ана уақытта жас қыз оқи бастайды. Ана жігіт сосын мен сені жақсы көремін, қарындасым мен үйленемін дейді. Ана ойлайды, мына бір жас жігіт 18-17 жас не біледі. Міне қыздарымыз осылай кетіп жатыр. 6 рет талақ жасайды барып. Менің әлпештеген менің үкідей қызымды 6 рет талақ деп тастап кетеді. Әй, қандай оның хақы бар? Өзінде қыз жоқ па? Ана жоқ па? Ана сыйлау дегенді оқымаған ба ол мектепте? Не білем ол? Мен мұғалімдер айтады, маған жерге мен апарды қай кезде. Мына милиция бәрін жинап кіргізіп жатырмыз бір-бірлеп. Ақылышты айтады, саған мынадай. Мен өз еркім бар, өзім білем. Мен қызыма мектепке жіберем, егер кимешек кигіздірсе. Рас па? Ау, кимешекті қай кезде? Менімен таласа, біздің Дина әжеміз кимешек киіп. Ау, Дина қай ғасырда? 19 ғасырда. Түйенің үстінде, нарық құмда, бір ағаш жоқ, миына күн өткесін орайтты мынадай төбесіне. Енді күн өтіп кетеді ғой, түйенің үстінде жағаладан ордаға жеткенше. Ми айналып кету үшін. Содан келіп, жағдайға байланысты ол шықты емес пе? Міне, соны түсіндірсем әлгі бір жігіт. Менің мамам мұғалім дейді өзі. Не дейді, анамнан бездің. Олар қалбаса жейді. Отан аналет дедім. 32 жылы қалбаса төгіп шыққанды өлген сиырдың терісін жеген болғаса. Оқы тарихты. Сен құтырып тұрсың. Енді бір қыз. 5 фамилия баласы. 6 баламды бермейді мектепке дейді. Ау, 6 балам не мамам болады ғой. 6 балам не қалып түрлі фамилия? Біздерде талақ болғасын, басқаға шыға береміз. Әй, онда иманың құрсын сен өйтті. Әй, 6 байға дейіп 6 балам. Не деген иманың? Міне, сақ болыңдар. Ваххабизм тағы бір демесін. Біздің ұлтты аздыру үшін киелді бізге. Әсіресе батыс өлке осы Ақтөбе, Атырау, Ақтау және Орал. 90-шы жылдар ана азық тозып жатқан кезде Исмаил деген осында құрылыққа кейін сотталды. Сол әлгіні ол ана шетелден ваххабизмді ету үшін біз аздыру үшін ақша берді, көп ақша берді. Өздерінің шамамен білесіздер, сарқалдыларды басқарған үлкен бізде 2 азамат депутат болып отырды, солар миллиондаған ақша ваххабизмге бізге жайды. Мені бұрын атып жүрсе деп айтатын жерімді айтамыз. Сақ болыңдар, ұлдарына да қыздарға да. Ойламақтар не жақсы болды ғой, әйтеуір тентек болмайды, намаз оқып жүрді. Оның жағында басқа жатыр. Бізді өсірді ғой, жерлеріміз Қытайда. Құрып деді, ағашы аттама деді, өтірік айтпа деді. Ешкім ештеңе алдама, тек қана жақсылық жаса. Бар жетім қалған балдары ғана соқыр кептерген баласы жалды өтеді. Көже апарып бер. Бар, батан деп өсірді бізді алды. Міне осындай нәрсені әлі айтар керек. Енді міне көп сендермен керек жоқ ақыл айтып кеттім. Сендер ойлауы мүмкін, бұны өзіміз де білеміз. Ал бүгінгі таңға қарасақ, бүгін ана бала компьютерде күндік айтишник болу керек, отыра берсін. Анау қыз телефонда күндік өзіне керек сабағын оқып отыра берсін. Ал біз қонақ келді, давай дастархан жинап ұстап картинайық демеңдер. Ана қыз телефонда неше бәлені көріп береді. Абайлаңдар. Ана Америка, мен 2 жерім жіберген, сағат түнгі 1-ден кейін балалар тұратын жерде, студент оқитын жерде интернетті жауып тастайды екен. Көрдіңдер ме? Демалар өзінің оқуын оқиды. Біздердік сияқты таңға дейін телефон жұмайды. Америка соның өзі. Жапонияда болдым. Жапондар, мына жаңа сұрадым мен, осы жердің бастығына. Бүйретіп атсындар, бәрін, естен тіктіріп атсындар, рахмет, қазір инес толды, ұмыттық. Тағы
тағы бірден тым болмаса түймесін қадасың. Сосын тағы нені қылсын. Бірақ Жапонның әйелдері сұмдық қой. Жапон ұлты сұмдықтан кетті ғой. Білесіздер, адамзаттың алдында Жапон жасайтын машина, Toyota. Ешкім жасайды. Жапон жасайтын телевизор мен телефон мына құралдар еш жер жасай алмайды, білесіз. Жапонның өздігін әкелсек, біздер ұстай алмаймыз. Біздің системаға жарамайды, бізге подделка. Тайланд, Қытай көшірмей, Вьетнам көшіріп береді екен. Жапон бәрі алдында тұр. Көрдіңіз бе? Өйткені семьяда әйел мықты екен. Қыздарды тәрбиелегенде мектепте шай церемония деген сабақ бар екен. Шайды құйып, бүйтіп, шай беретін кісіге күлімдеп, басын биіп, баяғы біздің келіндерше сәлем етіп береді екен ғой. Ал біз қазір жақты күлім ғой, біздер қазір төбемен құмамен қояды ғой, іштен ішпес өтіп. Вот міне, ұлттың негізі қыз тәрбиесінде екен. Сөйткен Жапон қыздары ешқашан развод бермейді. Себебі мына 2-3 баланың тағдыры осылай болды. Мен соны айтсам да дұрыстаймын деген тәрбиеледі екен. Шай құйып бергенде саған бұлай сәлем беріп, күледі ғой. Баяғыдан танысық сияқты шай ішкім келеді. Бір стақан шайды құйғанда солай үйретілген Жапон қыздары. Дүкенге барсаң, сен бірдеңе сатып алсаң, сен артыңнан сәлем етіп, жаңағы шығарып сатып тұрады, бүйтіп, екі қолын бүйтіп қойып, сәлем етіп тұрады. Ойлайсың, апырмай. Біздің де даламызда бар еді ғой сәлем етіп. Қазір жайлап тіріп жатырмыз, иә? Кейде қонақтың дастарханнан табағын алғанда сәлем етіп, бата дейміз келеді. Енді күнгеше сендер де білесіңдер. Біздің жақтың қыздары сәлем сал десе ойбай салатын. Алмат Шақар Шымкентке күйеуге түскенде сәлем салмайын деп, орамал лақтырып талай айырып кеткен. Мен білемін. Өйткені ойладық қой, еркіндік деген осы тайсылар. Басқа сияқты болса, бажылдап тұру екен деп ойладық, олай емес екен. Сөйтіп, біз шүкір мен келгелі 20 жылда біздің қыздар сәугеге етім болып, келіп ол сәлем салатын болып, беташар айтатын болып, осындай нәрсе қайтып оралды. Бұл біздің салтымыз. Оның керек әдепсіз алу керек. Қыздарға үйрету керек. Ол қандай сұлу жаңағы сәлем салу, еркеге сәлем беру қандай жақсы. Міне осындай нәрсе. Біздің заман енді басқа. Мені әжем қарын шашын алмаған, осы мектепке келгенде қыстығының қатты қиналатын еді. Казачоктың балалары шашымнан жоқ, азақтап кететін шашыма неге сыймай, пәлтердің ішіне сыймай, үстіне шығарып қоятын. 2 бұрылды ұрып өсіріп еді әжем. Қарын шаштан бері қарай. Соны мен енді 25 жасында қидым, амал жоқ. Таңнан жұмыс, командировка, кетесің, тіршілік, бір таусылмайтын очерк біздер бұл кезде. Маңында очерді, сөттіңде очерді, шаш тарайды, уақыт қалмайды. Содан жұмысына кіріскенде, қатты өкінем, 25 жасында мен әжемнің қарын шаштан қойған шашын бұрылымды қидым, үйде әлі тұр. Қиылды бұрылым. Олай әжей, ішім олай әжей, бірақ одан кейін расында бұрылымды уақыты болған. Таңнан жүгіресің, коммунизм құрып жатырмыз дейді. Ол не нәрсе екенін білмейміз. Жаңағы қара төгілек, қара өкпе, ақ көкті деп аламызда, ура, коммунизм құрып жатырмыз деп жүгірдік қой. Жаңағы сондай Хрущев дегеннің заманында студент толды. Ол кезде де оңған жоқпыз Хрущев. Бүтін Қазақстан бидайын Америкаға штраф арақшып бәтеңкісімен трибунаны ұрып штраф төледі бәленбай миллион тонна Қазақстанның таза бидайын төлегенде, сол кезде біз нан пісіретіндер әпетке ауысып, нан пісіріп Алматыда. Соны жеп асқазан бұздық бәріміз. Қара нан жедік, сол қара макарон жедік. Студент кезіміз біздің соған сапада тетті. Бұдан кейін Брежнев келіп, ол кезде біз жақсы болдық, Брежнев Қонаевпен дос болып, кішкене көзіміз ашып, қазақ даласында төбесінен тамшықпайтын үйлер салына бастап,
бірақ Хрущевка деген жаңағы қытықандай пәтерлер салына бастады. Соның бәрін көрдік. Біз көрдік, мен ертек сияқты ол сендерге қызықпыз. Бүгін шүкірміз, үй салып жатырмыз. Жағдайлар бар, жақсы жағдайлар бар. Бірақ әлі де жетпейтініміз көп. Бірақ жаңағымен салыстырғанда оның бәріне шыдауға керек. Мен қайтадан айтамын, осы ғасыр бізге жазылған. Аспаншы санда, сосын маңдайға жазылған деген тағдыр. Одан да қашып тұрмайсың екен. Қалай болғанда да, бірақ ұмтылыс керек. Соған жаңағы қазақ қызының бақытты болғаны керек бізге. Еркін болғаны керек бізге. Енді мен өзім сөйлей бермейін, сендердің сұрақтарына жауап беріп көрейін, қыздар. Сұрақтарға жауап берейін, айналайындар. Сендердің бәлкім мен программадағы жазып қойған тақырыптарынан кішкене шығып кеткен шығармын. Себебі осы отырған қыздар мені көргілері келген сияқты, жаңағы фотоға түскенде қараған таңдағылары келген сияқты. Біздің қазақ қыздарының мен бүгінгі жетістігінен қатты қуанамын. Біздер оқыдық Әлия Мәншүк, осы батыстың қыздары Батыр, Хиуаз. Ал қазір мен барлық салада қыздарды көремін. Америкада бүтін есебін шығарып отыр ғой, Оралдың қызы. Оқытқан шығарсыздар. Оралдан кеткен. Мамасы қасында, қазақ таңғалдырып отыр ғой. Жаңағы математиканы жақсы оқыған. Оралдың қыздары өткенде біреулер звондайды, жаңағы немеремді іздеп звондасам, таныстар бар ғой, Мағауиндегі жазушы бар, соға енді звондасам айтады. Оралдың бір қызы осында баласына шілдехана жасап жатыр Вашингтонда. Рас па? Рас, қазақша. Мұхтарды шақырып ат қойды, звондыр құлағына айқайлады. Оның үстіне барып отырсақ айтады дейді, Оралдың 11-ші мектебінде оқыдым мен. Ақшта Бақтыгереев білем деп айтады. Мен бұл жақта мәз болады. Американың төрінде қазақша ат қойып, есікке баласа, біздің қыздар жүр. Сондықтан жер шарын түгел аралап кеткен қыздарға мен ақжол тілеймін ғой әрине. Олар түрінде оралады, себебі екеуі де қазақ екен, оқытады, балалар оралады деп ойлаймын. Бірақ сол туған жер деген қасиет топырақты қастерлетіп отырып, қазақтың қызы деген атқа сай қыз тәрбиелесеңіздер бар ғой. Болашақтары бақытты болады. Алдыңғы жылы жолдасым қатты ауырып, соны айтады. Тұғыл тұрмай, осы ұл деп айтамыз өзімдігінің. Мына қыз деген рақат екен ғой деді ғой. Жаңағы 3 қыз қарлығаш құс сияқты кезек ұшты отырды ғой жаңағы. Папа, мынаны тым болмаса мұны бір қасықты жалашы деп кәдімгі сөйтіп отырған қыздарды көргеннен кейін алдында мүмкін оның ойында болған шығар, олар жоқ деген сонда айтты ғой, тәуір болмас. Бұл қыз деген ғажап екен ғой, мына біздің 3 қызымыз болғаны қандай жақсы деп. Сол әлі де сол қыздардың арқасында. Сондықтан қызы барларға мен қызық көрдіктер деймін. Қызы барларға мен қызғалдақтай жақсы ғұмыр тілеймін. Қызы барлар қартайғанда да бақытты боласыңдар. Енді ол жақсы ғой, бірақ келін көйлекпен келеді, қыз өзінің кеудені сор өседі. Сондықтан өзінің ақсытын берген қыз әрине жақын болады. Мен қызы барлардың бәрін қызғалдақтай, қызықтарына құттықтай, құдағай боласыңдар, жаңағы қыз батасыңдар, жаңағы күйеу балаға сыйлайды. Орыстар теща дейді ғой, бізде тещаны жақсы көреді. Бір күні бір күйеу бала бүйтіп қарап отырса, шай ішіп отырмыз ғой қатар. Мен ойлаймын ғой, ана байқамайды деп. Досыңызға баратыр екен, теща приехала деп жазып қойыпты. Әй, көрсетем мен саған теща. Сөйтіп теща приехала болып жүріңдер. Ана қыздарға мұқият болыңдар, айналайындар. Милиция қызым отыр, милицияда қыздар көп қазір. Қыздар барлық профессияда. Машинаның өздері айдайсыңдар, баланың өздері бағасыңдар, ақшаның да табасыңдар. Қазақтың қызы деген қазір ғажап қой. Сендерге анау бахабистерге ауыстыруға еркіндікті ешқандай қажеттік жоқ.
маған миллион ақша берсе де содан сақ болыңдар дегім келеді, бақытты болыңдар дегім келеді. Мен сияқты ана болыңдар, мен сияқты жиен немере өсірісіп, соған ақмама болыңдар, мен сияқты шөбере болыңдар. Осындай мен бақытымнан сіздерді бөліскелі, әжелік батамды бергелі келдім. Солай Рахмет Ақшауға, қайыр қыздан ба, ұлдан ба дейсіз ғой. Бүгінгі тақылымды әңгімеңіз баршамыздың өн бойымызды шымырлатты деген ойдамын, әлдені ой салды деген ойдамын. Ендеше облыстық ашық диалогқа жиналған алаңдағы аналарымыз, құрметті әпкелеріміз, сіздермен кері байланыс шарасын одан әрі жалғастырамыз. Айтылған әңгімеге бүгінгі шараға қатысты ой пікірлеріңіз болса, мархабат. Өзгерген тек ана документ қайда тапсырып істейсің көрсетіп жүреді. Қайырлы күн, бүгінгі шараға қатысушылар және осы шараны ұйымдастырушыларына рахмет, көп рахмет. Мен өзім Сырым ауданынан келіп отырмын. Есімім Бекболсынова Жанаргүл. Енді Ақштапқа сізге көп рахмет. Халықтың алдына шығып сөйлеу, өз ойын жеткізу, екінің бойына берілмейтін қасиет қой. Сізге көп рахмет айтамын. Жаңа елімізде болып жатқан түрлі мәселелерді қозғап жатырсыз. Мен жаңа махаристар жөнінде айтып жатырсыз ғой, содан шығатын жол бар ма? Қалай ел болып күресеміз? Бірінші сұрағым. Екінші, жаңа қыз тәрбиесі деп жатырсыз ғой. Жақсы мәселелер көтеріліп жатыр. Мен жуықта бір құрбымның жаңа қызы тұрмысқа шығып кетіп, сол кешірімге бірге қонақта болғанмын. Сол кешірімге келген уақытта жаңағы құдай қонақ болып төрге келеді де, құдалар төрге келіп отырып алады да, сразу жаңағы мен сіздердің ұл мен қызы отырсып қоятын жерге болашақ күйеуіне. Мен сіздердің қыздарыңызды ұрлап алдым, мінекей жаңағы кешіресің бе, кешірмейсің бе деп сразу іске кіріседі. Содан мен де бір жаңағы өзімді айта білетін адам ретінде жаңағы құрбымды аяп кеттім және. Мен айтамын, сенің жаңағы біріншіден абыройың қызыңның болашағы ғой енді. Кірер келместен деген сразу кешірім сұрамайды ғой. Құдай қонақ болып келгесін төріне отырғаннан кейін әңгімесін сұрап, содан кейін барып үлкен кісілердің әңгімелерінен кейін жайлап шаруаны сұрайды, судақтығын айтады ғой. Ал берсең бер қызыңды, бермесең осы жерден алып қал деген сияқты сондай не көрсетті жаңағыдай. Әңгімелер сондай болды да мен тоқтатып тастадым. Бұлар дұрыс емес сендер. Халқымыздың салт дәстүрін сақтамасаңдар, ертең ұл мен ұл, қыз бен қыз үйленетін жағдайға келеміз. Дұрыс емессіз деген. Қайдадан бастаңыз. Естен қайтып кірмей-ақ қойыңыз, бірақ дастархан отырған мәселені шешеміз енді Батушкам ренжіп жатыр, ренжісіз еді, бірақ енді айтып тоқтатуға тура келді ана жерде. Осындай салт дәстүрлерді сақтау керек деп есептеймін. Жаңағы ұрлап кеткеннен кейін бәрі біліп отыр ғой, қазір енді бәрі білет, ата-ана екі жақтан кездеседі жаңағыдай. Бірақ сонда да жаңағыдай болашағымызға жаңағыдай қандай бағытта келеді, қалай болады, соның бәрін айтып жүретін қыздарымыз аман болсын. Сол бағытта айтып жүретін жаңағы үлкен кісілеріміз сіздер аман болыңыздар. Енді осындай жаңа дәстүрімізді дәріптейтін ұрпаққа, болашақ ұрпаққа қалдыратын, ол бұлай болмау керек, бұлай болу керек деп айтатын сіз өзіңіз шәкірт тәрбиелеп жатырсыз ба? Сол осы екі сұрағым бар еді. Салт дәстүрге қатысты пікіріңіз, сонымен қатар шәкірт тәрбиелеп жатырсыз ба деген сауалдарды сіздің назарыңызға жолдап жатыр екен. қазіргі жағдайда әртүрлі енді барлығы бір стандартта бола бермейді негізі, қай кезде де. Осы бәрі жаңағы біз айтқандай, ойлағандай, майлы қасықтай да бола бермейді. Өмірдің аты өмір. Қыздар түрлі, тағдыр түрлі. Әлгіндей мына заманның қазіргі экономикалық өзгерісіне байланысты
Мен ойлаймын, мына бірді әжейлік көрініс үшін жасайтын тойлар қысқарады деп ойлаймын. Мен өзіміз ақылдасып, азғантай ағайынмен үйлендіріп, екеуінің бақытына ғана бағыттау керек деп ойлаймын. Қазір бізде керім бір жолы өткенде неге барсам, бір шаруамен банкіге барамыз ғой, енді бірдеңеміз, карточкамызды ауыстырсақ. Соның бір осы абыржып бір қағазды, ана былай келеді, жалтаңдап, ана қызға сұрайды, алып тұру керек, мынаны түсіндір дейді. Бәрі шетінен қазақша сөйлемейді, банкіде қыздар сол. Қазақтың азаматы біразға келген, менен жастан айтып пенсионер жүреді. Соны не болды десем айтады, ой, балам үйленіп кредит алған соның төлейтін уақыт өтіп кетті, бір әбігер болдым, құтыла алмадым, осыдан өсіп жатыр, олай болды, бұлай болды. Енді не болды аяғында? Ой, аяғында бір ай тұрып айырылып кеткен келінге, айырылып кеткен балаға кредит төлеп әке жүр. Міне осындай жағдай қазір көп. Бізде әлі сол көп, оны жасыратын ештеңе жоқ. Содан кейін дайын емес жастар. Өмірге қиындыққа дайын емес. Ондай өте көп. Ол бәрі менен басқа әңгіме ғой. Содан осындай нәрсе бар. Содан осы біз қай жылда осы 44 болып сұрайын ғой, не болып жатыр ауылында. Осымыз еді, мен мына еңбек арғы ақжайық бұрын жапай. Одан ана ары қарай жол кетіп, арғы бетте, ендір жақ арғы бетте кететін жолда, бір ауылда. Естиін ғой енді бірдеңе, бәленнің бәлені, түгеннің келін алып жатыр, қаладан апару керек. Соны әңгімесі отыр ғой, сондай бәлен дегені бәлен баласына келін алып, содан қаладан мен дегенім келінді Мерседеспен әкелем деп шалқаяды ғой ан жақта. Отделениеде отыр. Мерседес жүретін жол жоқ қой ол жақта. Ана қазақпен. Содан бір жерден Мерседес жалдайды ғой. Ал Мерседес алып барып, 2 сағатқа, 3 сағатқа $300 деп келсе, ол 5-6 сағат жүріп барады ғой жолдан. Шоқалақ болады, тайып кетеді, бірдеңе болады. Содан төлейтін ақша жоқ. Сонда сондай бір дарақылықтармен той жасап жатқандар бар біздің қазақтар. Қызық. Неге керек ол? Мерседеспен апарғанда ол өзгере ме? Сол бір бұйрық қой енді. Шамаңа қарай жүру керек. Осындай нәрселерден тойды. Сосын жаңағы қазір жастар келісіп үйленеді де, сосын келіп хабар салады. Одан кейін кешірім сұрайды деп. Ол жеңілдеткен түрі жаңағы. Кетпейді анау. Осы кетпейтінде қазір керек шамалы ғой, байқайсыздар ма? Ол бір сатыға келген матадан кімдегі деп жатыр. Осындай нәрселерді жайлап жүзетін шығар деп ойлаймын. Ол да жақсы келісіп алды, 2 жас бақытты болса ол. Мейлі, кешірім сұрады, келді, кешіресің. Сүйем десе, тием десе, тиеді бәрібір. Сондықтан оның бәрін жаңағыдай бір кекшілікпен қарау керек те, әйтеуір солардың адам болуына жұмыс істеу керек. Ал мен кешірмен деп шалқайсам да ішіне таппайсың. Мен енді көргенімді айтам ғой, талай нәрсені көрдім, талайға куә болдым. Мына қартайғандар үйіне осы соңғы кезде бармаймын, себебі давлением көтеріліп бұрын барып тұрдым. Себебі ауылда жалғыз қалған бір жеңгелерімді әкеліп өткіздім. Сұрап жүрдім, кішкене қайратым бар да. Қазір маған этаждарға шығу, ана қарттарды көру өзіме ауыр. Бір жақсысы біздің Оралда азырақ басқа жақтармен салыстырған, Көкшетау, Петропавл сияқты жақтармен салыстырғанда Оралда азырақ, Атырауда одан да аз, Маңғыстауда одан да аз. Себебі қазақи тәрбие бар. Ал бізде енді мына бұрыстан білесіңдер ғой, сыймай жатыр ғой. Содан неге сен осында келдің демейін ба енді біреусіне отыр. Құлағы шамалы өстеді. Иә дейді. Мен келдім, қызым мені әкелді, сосын өзі ремонт жасап болғасын алып кетеді дейді. Мына қызметкерден сұрайын ғой, қанша болды мынаның келгеніне? Ой, 3 жылдан асты дейді. Енді қызы 3 жыл жарым ремонт жасамайды ғой. Енді көп болса 3 ай жасап алып кетпей анасын.
міне осындай нәрселерді көргенде менің әңгімем басқа болады. Құдай-ау, сол анасына бір орын таппады ма екен деп ойлайын. Мен өзім көзім көрген нәрселер бар. Больницаға жатам ғой, Алматыға барып. Аналарын әкеп тастап, керемет бизнесмен жігіттер дәрігерге келіп мына жақта жалынып отырады ғой, тағы да ол шығармаңызшы мынаны. Мен витамин бере тұрыңызшы, мен ақша төлеймін дейді ғой. Анасынан құтыла алмай жүрген бір ғой қазір. Себебі оның келіншегіне керек жоқ, керемет үйде ана кемпір бұзып тұр ғой. Міне сондайларды көргенде менің айтатын әңгімем басқұртада мүлде басқа, неше бәле болды қорғасы. Сондықтан осындай да бар. Бұның бәрі қайдан кетті, бұның бәрі ұлттық тәрбие айтылмағаннан кетті. Қазір сендер ондаймен сендердің істерің жоқ, ондайды ойламайсыңдар. Мен де ойламайтынмын. Сонда енді қазір жаңаға мен көзім көргенде, әлгіге барғанда қатты ауырып қалам, давлением көтеріліп жүрегім соғады деген. Оны енді менің жасымда түсінерсіңдер, оны басқа бермесін. Бәлкім кім біледі, сондай да заман келер, қартайғанда үйінде тұратын адамдардың әлдеқалай, бірақ білмеймін. Сондықтан әлгі қызды мейірімдетіп өсіріңдер деп қақсап отырғаным солай айтылып, бір ана болса да бармас екен, қызының қасында болса екен, бір әке болса да бармас екен, ұлының қасында болса екен, паналатса екен деген менде тілек бар. Бәлкім ол ойым бәлкім әлгі өткен ғасырдың атыстауы нәрсесі шығар. Қазір басқаша ойлайтын шығар қазіргі жастар. Кім біледі, сол жастармен ашық өздерің сөйлесіңдер дегім келеді. Жалпы ашық сөйлесіңдер, әсіресе қыз баламен. Еш нәрсе жасырмасын, қыз бала тек қана мен қыздарға айтам, ең жақының сенің анаң. Подружкаң емес, өзіңнің анаң. Тек қана. Ол ұрсады кешіреді, ренжиді кешіреді, жылайды кешіреді, бала туып әкелсең бағып береді. Тек анаң сен, ең жақын. Осыны қыздарға миына сіңіру керек. Себебі ол жерде де қателік жібермеу керек. Егер балалы болды ма, оны тағдыр бір сыйлық деп қабылдау керек. Туып қалды ма, алып алу керек. Соғызды өсірді ғой, анаусынды өсірді. Сонда бәлкім дұрыс болады деп ойлаймын. Аналық адамдық берім. Ойбай көрсетпе, құры, жұрттан ұят болады, сен қыз құры. Мен ана милицияның қасында тұрам, бір күні қыдыруға шықсам, милиция машинасына мен екі қазақтың жігіті екі қызды шашынан сүйреп, артынан теуіп, итермелеп тығып. Содан әлгіден мен айқайлап шығып едім, мән берген жоқ, машинаға отырып кетті, сосын артынан жүріп милицияға бардым. Арт жағынан апарып кіргізіп жатыр екен, әлгі қыздарды, екі қызы қазақтың. Анадай жерде темір решеткіге салып кіргізді де, біртеп ұстап, екі қазақ милиция. Сосын айналайын тимесеңдер, қазақ қызы ғой десем, ой апа қойғыш, үйге барамыз деді, екі милиция. Мені бұлай қарай жүріп шығып қайқайды, әне қыз. Содан бірін айтып біріне кетем дейді ау. Содан сөйтсем не болған? Бір қыз баласын туып лақтырып тастаған, екінші қыз оны көрген айтпаған, мыналар оны тауып алған. Екі қазақтың қызы, біздің осы алыс ауданнан келген қалаға. Қайда тұрасыңдар? Осында тұрамыз, біреуі апа-жездердің үйінде тұрамыз дейді, біреусі бір қыздармен тұрам пәтерде. Неге келдіңдер осында оралға? Сол өзімнің сол басқалықтың жалпақталыға сонда. Сол ауылда жүрмейсіңдер ғой, бірдеңе жұмыс істеп, не келдіңдер? Дем қойды. Содан не істеймін мен жаңаға қарай, олар өздерінің тексеруі бар, не бар мен. Босат дегенде босатпайды, босатқан босатуға болмайды, ондай қыздар. Содан айтам, жаңағы, одан да жаңағы, білмеймін, істеу керек сендей қыздар деп. Сонша қиналдым, сонша әлгіні көргеніме. Сондай нәрселер өмірде көп көрінесіздер. Ол да біздің қыздар. Ал енді жаңағы сұрақ не деді?
шәкірт тәрбиелегенде мен енді әлгі қалай дейін ақындықты тәрбиелеу мүмкін емес, ол Құдайдың берген сыйы ғой талап. Ал енді әлі күнгі осы университетте бір лекция оқиын ғой, көп қыздар айтады, мұғалім болып жүрміз, сіздің айтқаныңызды пайдаға асырдық дейді, көп қыздар айтады. Жаңағы сіз айтып едіңіз, күйеуіңіз қанша болды дейді, сондай тағдырымен қыздардың араласып тұрам. Менің шәкіртім деп ойлаймын, мен ұстаздыққа барған кез келген қазақ қызы, сосын лекцияменен тыңдаған қазақ қызы, сосын менің айтқандарымды орындап жүрген қазақ қызы, жаңағы есіктер бейім деп, ана болам деп, дұрыс жолмен кітап оқып жүрген қыздар, сол бәрі менің қызым, бәрі менің шәкіртім деп ойлаймын. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін енді бәрі өзімнен басталады деген атты кешке келгеніме өте қуаныштымын. Шабыт кезінде қуанышым шексіз. Осылай ұйымдастырылған мен бүгінгі айтатын жоқ пікірім. Батыс Қазақстан облысы Бөкейорда ауданынан беріп отырмын. Есімім Өмірбақыт, 6 баланың анасымын. Мен Ұшағатаймен кездескеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі әсерлі әңгімеңізден еден түршігіп жақсы әсер алдым. Мен тек соны айтқым келеді. Қатты қуаныштымын. Деніңіз сау, осылай тек ортамызда жарқырап аман-есен жүре беріңіз. Рахмет. Ашық диалогқа нұрландарға жалғастырамыз. Тағы да өз пікірін білдіруші ортамызда ағаларымыз бар екен. Мархабат. Бүгін керемет рухани демалыс болып жатыр. Біз қазақ халқы ақын жырауларын, сал серілерін төрге шығарып, құрмет көрсеткен ұлттың ұрпағымыз. Қоғам қанша өзгерсе де, сол қонақжайлығымыз, сол құрметіміз бүгінгі күнге дейін жалғасын табуда. Соның айғағы бүгінгі отырыс. Сіздің жаңағы жүрек іңізден шыққан сырлы жырларыңызды оқып өскен аналарымыз, қазақтың барлығы да ақын жанды, әсіресе қыздар, әсіресе қазақтың маңдайына біткен санаулы, танымал ақын қыздарымыз бар ғой. Соның ішінде біреуі бірегейсіз, және осыдан моншақты жыл бұрын Қазақстанның тұңғыш әйелдер съезіне, осы Батыс Қазақстан облысының 30 делегатының құрамында сізбен бірге барып, Астанаға үлкен орынға барып қайтқанымды мақтанышпен еске алып жүремін. Естелік суреттеріміз бар. Бүгінгі кездесу соның бәрін еске түсіріп, толқып, қуанып отырмын. Жаңа сіздің қасыңызға қайта суретке түскім келіп талпынып отырған себебім сол. Деніңіз сау болсын. Осындай мына айналада жақсылық, позитивті заттар көп. Бірақ жақсыны сезе білетін, жақсыны көре білетін жүрек керек. Ақындардың жүрегі сондай. Басқалар көрмейтінді көреді, басқалар сезбейтінді сезеді. Оның барлығы көмейіне жыр болып төгіліп, біздерге жазасыздар. Оны ұққан кісі ұғады. Бұрын балалармен жұмыс жасаған кезде, жаңағыдай қыздар форумында, әйелдер форумында сіздің жаңаға оқыған өлеңдеріңізді біздер айтып, қыздар осылай болу керек деп тәрбие ісімізге пайдаланғанбыз. Қайтадан естіп толқып отырмын. Айтарыңыз көп болсын, аман есен ортамызда жүре беріңіз. Осындай кездесулер көп болсын. Көп рахмет. Рахмет, аналар. Бүгінгі шара көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Одан ары қарай пікір жалғастырамыз. Құрметті бүгінгі кешке қатысушы қауым, баршаңызды да бүгінгі келіп жеткен мерекелеріңізден шын жүректен құттықтаймын. Осындай кешті ұйымдастырып, ортаға елеулі азаматшамыз, Ақжайығымыздың шаңырағында сақтанған Аштау апамызбен және білім басқармасының басшысы Айгүл апамызбен осындай кеште бірге отырғаным үшін сіздерге мың алғыс айтамын.
Енді жаңа да жақсы пікір ниет айтылды. Мен осылардың айтылған тілектердің бәрін ойыма түйіп отырмын. Мына кешке келерде көп ойланған қалай болар екен деп. Енді қазір Арыштар апа сізді көріп өте қуанып отырмын. Себебі 98-2001 жылдары сіз бізге келіп Жаһанша Мұхаммед атындағы колледжге сабақ берген болатынсыз. Сіз келгенде фотоға түсіп жатыр, жауып барып бір кісіні қағып жүрмеген жақындап сізді фотоға түсіп жатырмын, қызғанып келіп. Қош келесіз енді. Сіздің айтқан үгіт насихаттарыңыз әлемге есімде. Сол кезде айтатынсыз, қыз бала есімде ешкімде. Мен сол әлемге есімде қалған, ойлайтын мен қыз баланың тәрбиесін осы отырған студенттерге не көп айтады екен деген ол кезде жастықтың болар көп ойланбайтын едім. Енді колледжде оқып жүрген кезде соған енді сөйтсем өмір өтіп жаңағыдай өзімізде отбасылы болған кезде сіз айтасыз 3 қыз тәрбиеледім. Мен сөйтсем қыз жібекте 5 қызым бар, ертарғындай ұлым бар келіншегім. Мен осы күні бүгінге дейін алаңдамайтын едім. Олардың айтқан сөзіне қылқына қарап, соған мәз болып отыра беретін едім. Енді балаларыңыздың алды бойы оқу бітіреді. Сіздің айтқан қорқынышыңыз енді бойыма дарып жатыр. Енді қорқа бастадым. Қыздың тәрбиесі деген енді басталады екен. Мен ойлаған, қыз неге енді басталады деп олай емес екен. Қыз мектеп табалдырығынан бастағаннан кейін қорқынышым басталады екен. Енді не айтайын, сөйтсем мына керемет кеште керемет мәселелер қозғалды. Мың алғыс сіздерге. Қашанда жүздеріңіз жарқырақтарыңыз мықты болып, осындай кеш бастау емес жалғасын тауып дегендей сіздер ұйымдастырғаныңызға көп алғысымды айтамын. Рахмет мен тыңдағандарыңызға. Рахмет, құрметті ата-аналар. Немерем сіздің бір өлеңіңізді жаттап беріп еді. Өз ойларыңызды ортаға салғандарыңызға осы орайда жыр шумағы мен музыкалық сәлемдемені сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ақжайыққа жыр арнағым келеді. Оған айтар мұң арманым көп еді. Туған жердің қасиеті шығар-ау, гүлдей сұлу талы менен терегі. Оны ұмытсам болмас сірә кешірім. Соған ұқсас қойылыпты есімім. Оны қалай жырламайын егер де толқынында тербетілсе бесігім. Сонда маған жұлдыз күлді аспаннан, сылдыр өнді алға шықтым жасталдан. Мөлдір ағын дымсынан кеудемден нәзік жырдың шумақтары басталған. Сонда жатыр ата-бабам моласы, қымбат маған қаласы мен даласы. Менің алғаш вальс биін билеуге себеп болған Ақжайықтың баласы. Жайық десе ойдан арын өлеңі, сағынғанда еске аларым көп еді. Жайық анам, жайық елім отаным, құшақтағым, аймалағым келеді. Шүршісің сағынарым, жабылсам шағарым, адашым көзіңсің Beygi
ешқашан қартаймайды. Мерекелеріңізбен. Бірге шырқайық, бауырлар. Мерекелеріңізбен құтты болсын. Қорғаған көзіңдеймін, шандалыс көзіңдеймін, анашым сен ойласаң көзіңмін. Анашым шаңды көрсең, алдымнан ұзап жүрсең, жүрегім жырғалайды, көңілім орнаймайды. Анасы бар адамнан ешқашан қартаймайды. Жүрегім жырғалайды, көңілім орнаймайды. Анасы бар адамнан ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамнан ешқашан қартаймайды. Аналарымыз болсын, мерекелеріңізбен. Мәресіне жетті. Көктемнің шуақты күндеріндей әрдайым жүздеріңіз жарқын, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Баршаңызды Наурыз мерекесі қарсаңында берекелі дастарханнан дәм шақырамыз. Шарамызды жүргізушімен аяқтан тастамайық. Тағы да енді осы барша келіп отырған аналарымыздың атынан, қыздарымыздың атынан, сіңлілеріміздің атынан, апаларымыздың атынан біздің ортамызда отырған Ақжайықтың әр шағаласы, ақын апамыз, ана, әже, Ақтауға көп-көп алғысымызды айтқым келеді. Осы кеште ескерткіш күн қорытындысын болса кетеміз.